Сәлеметсіздер ме балалар? Дүниетану пәні бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің елімнің нышандары. Нышан деген белгілі бір ұғымның, идеяның немесе құбылыстың шартты белгілері. Біздің елімізде нышандар ресми және ресми емес нышандар болып бөлінеді. Ресми нышандарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, әнұран, елтаңба жатады. Мемлекеттік нышандар ата заңында бекітілген айырым белгілері. Балалар, әр елдің елтаңбасы, туы, әнұраннан бөлек ол елдің тарихын, табиғатын, мәдениетін көрсететін ресми емес нышандар болады. Ресми емес нышандар біздің елімізде де бар. Ресми емес нышандар айта кететін болсақ, ескерткіштер, кесенелер, монументтер, музыкалық аспаптар, сусындар, жануарлар, өсімдіктер жатады. Балалар, ресми емес нышандарға айта кететін болсақ, Астана нышаны, Бәйтерек монументі, Мәңгілік ел қақпасы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Келесі, жануарлар барыс, қыран, сусындарға қымыз, шұбат, ал музыкалық аспаптарға қобыз, домбыра. Ал өсімдіктерден жусан өсімдігі туралы халық аңыздары бар. Қазақ даласында өсетін жусанның исін сағынып, жат елден алтын тағын тастап, туған жерім қайдасың деп, туған еліне оралған бейбарыс сұлтан туралы айтылады. Жат елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген қазақ халқының мақалы бар. Балалар, сонымен бүгінгі сабақта сендер ресми емес нышандар еліміздің тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты екенін білдіңдер. Ал ресми нышандар еліміздің егемендігі мен ұлттық идеяның нышаны.